Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қысқа арналған шие компотын жабатын боламыз. Жабу барысында өзіндік құпиялармен бөлісетін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен шиемізді жақсылап тазартып жуып аламыз. Одан кейін банкымызды буға қайнатып, крышкасында қайнатып дайындап аламыз. Енді осы дайын тұрған қазір 4 банкіге осы шиені теңдей бөліп салатын боламын. Барлығын салып алдым. Енді осының үстіне сіздермен бір құпиямен бөліскім келіп отыр. Компот быршып, ашып кетпеш үшін, қысқа жақсы сақталу үшін, әсіресе осындай этаж үйлерде комнатный температурада сақтағыңыз келсе, лимонный кислота немесе лимонный кислота болмаса, менде бітіп қалған кәдімгі лимонды осылай кесіп салсаңыз болады. Және де 3 литр банкіге 300 грамм шекер салатын боламын. Қантты, мендегі қолымда ыдыс 300 граммдық ыдыс, 3 литр банкіге 300 грамм, ал 2 литр банкіге 200 грамм салсаңыздар болады. Барлығына салып шықтым. Енді осының үстіне мен сразу қайнап тұрған суды құйып, одан кейін сразу жабатын боламын. Қорықпай жабуға болады, өйткені ішінде лимон бар. Лимонный кислота салсаңыз, осылай бірден банкіні жауып тастау беруге болады. Оны кейін қарай құйып қайнатудың қажеті жоқ. Сондықтан осы әдіспен қолданып көрсеңіздер болады. Толтырып құйып алдым. Енді қазір осыны бетіне крышкасын жауып жабатын боламын. Қолдың күшімен басып, жайлап айналдыра отыра, осылай банкімізді жауып аламыз. Өте оңай әдіс, сондықтан сіздер де дәл осындай әдіспен жапсаңыздар, өкінбейсіздер. Мен жылда осы әдіспен жабамын, сондықтан сіздермен бөлісіп жатырмын. Содан кейін осылай қолмен айналдырып, крышкасынан су кетіп тұрған жоқ па, соны қазір тексереміз. Содан кейін банкілерімізді төңкеріп, бетін жылы одеялмен, көрпемен 1 суткіге орап қоятын боламыз. Содан кейін біздің компотымызды қайтадан тікейтіп, қараңғы жерге қойып қоюға болады. Екінші банкіні да осылай үстіне су құйып, бірден жауып тастап жатырмын. Екінші банкіні дәл солай жаптым, және де аузын, крышкасын осылай тексердім. Екінші банкіміз дайын. Қалғанын да дәл осылай жабамыз. 1 суткі өтті, менің компоттарым дайын болды. Суды енді осылай барлығын бір жерге жинап қоятын боламын. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, әрине қолданып көріңіздер, және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Бекзат, сау болыңыздар.